Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге тез оңай дәмді каналы. Бүгін осындай ірімшік қосылған шампиньон саңырауқұлақтарын пеште дайындаймыз. Бұл тамақты өз алдына бөлек ұсынуға немесе кез келген тағамға қосымша ұсынуға болады. Дайындалуы оңай рецептке бізге керек не бар: ірімшік, майонез және де шампиньон саңырауқұлақтары. Ең алдымен осылай ірімшікті үккіштен өткізіп ұсақтаймыз. Дайын болған ірімшігімізді осылай бір ыдысқа салып аламыз. Және осы ірімшігімізге майонезді қосып бірге араластырамыз. Енді алдын ала дайындалып жуылып қойылған шампиньон саңырауқұлақтарын осылай кесіп төменгі бөлігін алып тастап, тек қалпақтарын қалдырамыз. Дайын саңырауқұлақтарымызды осылай жайпақ табаға жайғастырамыз. Алдын ала дайындап қойған салмамызды осылай қасықпен алып, әр қалпақшаның ішіне саламыз. Міне барлығы дайын. Енді пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Міне тағамымыз дайын болды. Осындай дәмді, оңай, тез дайындалатын рецептпен дайындап көріңіздер. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз.